Саламатсыңдар ма, балалар? Математика пәні 2 сынып. Мен бастауыш сынып мұғалімі Айбекова Индира Ахметсапақызы. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз есептеудің тиімді тәсілдері. Ортақ тақырып табиғатты қорғаймыз. Оқу мақсаттары жылдам есептеу үшін қосу мен көбейту қасиеттерін қолдануды үйренемін. Математика керек әр күнге. Математика қажет өмірде. Математиканы оқимыз, миымызға тоқимыз. Тиімді есептеу жылдам есептеудің ыңғайлы жолы. Бізге бұрыннан таныс қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық және қосудың терімділік қасиеттерін қолданамыз. Мысалы, 4 қосылған 4 қосылған 4 қосылған 4. Яғни, 4-ті өзіне 4 рет қосамыз. Мәні 16-ға тең. Енді бұны балалар біз 4 пен 4-тің көбейтіндісі деп ауыстыра аламыз. Яғни 4-ті өзіне 4 рет қоссақ та, 4 пен 4-ті көбейтсек те мәні 16-ға тең болады. 52 қосылған 17, қосылған 18, қосылған 3. Бұл балалар қосудың терімділік қасиеті. Яғни бұл жерде біз қай санды бір-біріне қосқанда 0 мен аяқталады. 52 мен 18-ді қосындысы қаншаға тең балалар? 70-ке жарайсыңдар. 17 мен 3-тің қосындысы 20-ға тең. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар 70 пен 20-ны қоссақ, мәні 90-ға тең. Бұл осылай есептесек бізге балалар өте тиімді болады. Енді кітабымыздың 6-шы бетіндегі 1-ші тапсырмаға назар аударайық. Осы мысалдардың есептеу тәсілін қолдана отырып, қалған өрнектерді өзіміз шығарайық. 2-ші тапсырмаға назар аударайық. Салыстыр. 6 мен 4-тің көбейтіндісі нешеге тең болады балалар? 24-ке. 7 мен 4-тің көбейтіндісі 28-ге. Салыстырып көрейік. 6 мен 4-тің көбейтіндісі кем 7 мен 4-тің көбейтіндісінен. Жарайсыңдар балалар. Келесі 4 пен 9-дың көбейтіндісі нешеге тең? 36-ға. 9 пен 4-тің көбейтіндісі 36-ға тең. Яғни көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Салыстырып көрейік. Яғни тең. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма 20 мен 4-тің бөліндісі 6-ға тең. Жақша ішінде 20 азайту 4 20-ға тең. 20 мен 5-тің бөліндісі 4-ке тең. Салыстырып көрейік кәне балалар. Жарайсыңдар балалар. 20 мен 4-тің бөліндісі артық. Жақша ішінде 20 мен 4-тің айырмасы бөлу 5-тен. Жауабын тексердік. Жауабымыз дұрыс. Ары қарай балалар салыстыруды өзіміз орындап көрейік. Балалар, енді кітабымыздың 7-ші бетіндегі 3-ші тапсырмаға назар аударайық. Есептерді шығар. Кересеттер құрастырып, оларды шығар. Саябақты көгалдандыру үшін әр қайсы 9-дан 3 қатар қайың көшеті отырғызылды. Барлығы неше көшет отырғызылды? Балалар, барлығы неше қатар екен? Неше қатар? 3 қатар. Қанша көшет отырғызылды? Қаншадан? Яғни 9-дан. Яғни 9-дан 3 қатар қайың көшеті отырғызылды. Не істейміз бұл жерде балалар біз? Қай амалды орындаймыз? Көбейту амалын. Яғни 9 3-ке пен 9-дың көбейтіндісі нешеге тең болады? 27-ге тең. Жауабы барлығы қанша қайың көшеті отырғызылған? 27 қайың көшеті отырғызылған балалар. Дұрыс айтасыңдар балалар. Енді есебіміз дұрыс па тексеріп көрейік.
Дұрыс, жарайсыңдар балалар. Енді балалар, осы есептің әсін өзіміз орнымызда отырып, шығарып көрейік. Балалар, енді кітабымыздың 7-ші бетін ашып, 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Есептерге өрнектер жаз, оларды шығар. Шағын зауытта 45 килограмм тыңайтқыш 9 қапшыққа салынды. Әр қапшыққа неше килограмм тыңайтқыштан салынды? Не белгілі балалар? 45 килограмм тыңайтқыштың 9 қапшыққа салынғаны белгілі. Не белгісіз? Әр қапшықта қанша килограмм тыңайтқыш салғаны белгісіз. Жарайсыңдар балалар. Ендеше біз не істейміз? Дұрыс айтасыңдар. 45-ті 9-ға бөлеміз. Қырық бесті 9-ға бөлеміз. 45 пен 9-ның бөлінісі нешеге тең? Дұрыс, жарайсыңдар балалар, 5-ке тең. Ендеше жауабы әр қапшыққа қанша тыңайтқыш салынды? 5 тыңайтқыштан салынған екен. Жауабын тексеріп көрейік. Жарайсыңдар балалар, дұрыс жауап бердіңдер. Енді өзіміз орнымызда отырып, осы 4-ші есептің әсін және бысын шығарып көрейік. Кітабымыздағы 7-ші бетіндегі 5-ші тапсырма баған түрінде есепте. Балалар, бұл есепті біз үйде шығарып келеміз. Сау болыңдар балалар.